Пантүркизм қазіргі қазаққа дұрыс жол емес. Мұстапа Шоқай пантүркизмді дәріптеп, бүкіл түркі милләтлері бірігіңдер деп жатқан сол заманда қазақ көп болатын. Қазақтың ұпайы түгел деуге болатын. Пантүркизмдік бірігуге шарт жағдай толық болатын. Қазақтың ұлан-ғайыр даласында орыс замандағы қырғындар әлі болмаған кез. Алдыңғы ғасырда 5 рет жасалған жүйелі түрде геноцид әлі басталмаған кез. Әрине, орыс патшалығының қырғындары болды. Бірақ ол совет кезіндегі геноцидтермен салыстырғанда ондай сұрапыл миллиондап қырғындау емес еді. Енді Мұстапа Шоқайдың кезінде қазақтың әлхамдулилля 6 миллионбыз деп айтатын кезі. Оның өзі Жетісу мен Шығыс қазағы. Сонда оңтүстіктің қазағы, батыстың қазағы, солтүстіктің қазағы есептеңіз. Жарайды, бүкіл қазақ 6 миллион дегенде, соның өзі Түркиядағы түріктердің санынан көп болатын. Дәл сол жылдары. Ал Орта Азиядағы мына қазіргі халықтардың еш қайсысы бізбенен сан жағынан, сапа жағынан тең емес еді. Қазақ интеллигенциясының, қазақ зиялыларының білімділігі, біліктілігі орыс коммунистерінің өзін шошытатын, қорқытатын деңгейге барған. Тіпті Голошекиннің өзі мынау қазақ интеллигенциясы өте қауіпті деп Сталинға доклад жазатын кезі сол кез. Сондықтан ол кезде біздің мынау жер бетіндегі ұлан-ғайыр даланы ұстап отырған ата-бабамыздың сондай үлкен алып ел құратындай мүмкіндігі бар кез. Қазақтың даласын қазақ толтырып тұрған кез. Қазақ күшті қуатты кез. Ұлттық санасы жойылмаған кез, орыстанбаған кез, құлданбаған кез, мың-сан дінге жіктелмеген кез, бір тілдегі кез, бір ділдегі кезі. Ал енді қазір қазақ сол заманда ғана Османлы империясын құрған түріктердің өзінен көп қазақ емес. Бір міне осыдан 100 жылдың алдындағы Мұстапа Шоқай айтқан бүкіл түркіге тұтқа болатындай қазақ емес. Қазіргі қазақ әбден азған, тозған, қызыл орыстың 5 реткі, 6 реткі геноцидін көрген, физиологиясы бұзылған, генофонды бұзылған, тілі бұзылған, діні мың-сан сектаға жіктелген, руханияты күйреген, ұлттық болмысынан айырылған, тас-талқан болған халықпыз. Ең бастысы, біздің мына ұлан-ғайыр даламыз тұр. Өкініштісі, сол даланы ұстап тұратындай халқымыз жоқ. Керісінше, кезінде біз 6 миллион болғанда 200 мың, 300 мың ғана болатын Орта Азиядағы парсы текті басқа халықтар бүгін міне бізден 2 есе көп халыққа айналып кетті. Енді қараңдар. Енді біз пантүркизмді дәріптесек, онда жаңағы бізден 2 есе көп, бірақ жері бізден 10 есе кішкентай халықтарға қолайлы. Ака-ука деп қойнымызға кіруге, жерімізді алуға, қызымызды алуға, жігіттерімізге қызым беруге сіңісіп, ең соңында ата-бабамыз әртүрлі топырағын қанмен суарып алып қалған қасиетті жерімізді сонда басқа ала ниеттілерге бере саламыз ба? Алашапандыларға бере саламыз ба? Онда қазақ хандығының ең дәурендеп тұрған кезінде Орта Азияның кенішті өлкелеріне таласқан сол қырғын соғыстар, ғасырлық соғыстардағы ата-бабамыздың арманы не болды? Иә, пантүркизм керек, біз әлсіз халықпыз, қазір біз әлсіз халықпыз, аз халықпыз, жеріміз кең, халқымыз бытырап шашырап орналасқан халықпыз. Енді осындай кезде біз басқа халықпен бірігу деген ол қиын әңгіме. Қандай кезде бірігеді? Пантүркизмді мына заманда іске асыру үшін алдымен осы түрік халықтары тұтасымен батыстық деңгейде демократиялану керек. Елде демократия орнау керек. Сосын елде алдымен кедендік жағынан, мәдени жағынан ауыс-күйіс, өзара интеграция жүретіндей жағдай болу керек. Үшінші, ол пантүркистік жол деген сөз сыртқы саясатта, әскери салада ортақ одақтастық деген сөз. Бірақ сен келіп менің жеріме ие боласың, сенің егіншің деп менің жерімді игереді дегендік емес. Мемлекеттік егемендік қазақтың өз қолында болу керек. Қазақ өсу керек, көбею керек.
қазақ 60 миллион 100 миллион болу керек. Мынау жер бетіндегі 9 үлкен территорияны қазақ лықсытып ұстап отыру керек. Сосын барып пантүркизм деген әңгімені айтсақ жарасады. Дәл қазір ол бізге қол болмайды, жол болмайды. Армысыздар, ассалаумағалейкум отандастар. Енді бұл қазіргі кезде біздің халқымызға басты керегі ұлттық идеология ғой. Жалпы біздің ұлттық идеологиямызды көтеретін бірден бір күш қазіргі ата жұрттың төңірегінде ғана қалып отыр. Себебі мынау 70 жылдық тоталитарлық жүйе, 30 жылдық авторитарлық жүйе, соңғы кездегі мынау одан асып кеткен халықты езіп қанау жүйелер бүкілдей халықтың санасын улап жіберді. Себебі әлеуметтік институт деген нәрсе болады. Әлеуметтік институттың басты факторлары мемлекет және семья, отбасы. Ал мемлекеттің тетіктері, заң шығарушы органдар, прокуроры, соты, армиясы бәрі қоғамның әлсіз тұстары семья, отбасын жаныштауға арналған. Қазақстандық жүйеде осыған қарай жаңағы халықтың санасын әбден улап тастаған. Әртүрлі сеген айтып жатқан секілді түрлі түсті сектанттардың кіргізу, әлеуметтік әл-ауқатын төмендету, отбасылық өмір сүру құндылығын төмендету, мәселен әлеуметтік институттағы туылғаннан жер қойнына кеткенге дейін осы екі институтты алып айтатын болсақ, туыласың, ақшамен келесің, өлесің, ақшамен кетесің. Ал енді соның өзін жаңағы өмірге сәбилердің аман есен келуіне мүмкіндік бермей отыр қазақ үкіметі. Кісер тілігі деп, тілікпен алып отыр. Ол шар айнасынан шайқалып шықпаған балада болашақта қандай ой болады? Осы факторлардың барлығы. Одан кейін мынау әлеуметтік институттарда жетімдердің көз жасы. Сара ханымның өзін өзі танып институтын құру арқылы қазақтың балаларын қанша елге сатты, әлемнің кез келген мемлекетіне сатып жіберді. Осы арқылы болашақта қазақ институты, үлкен университет десек, қазақ қоғамына қарсы күштерді ұйымдастырамыз деп ойлады. Бірақ ондай жағдайлар болмай қалып отыр. Біздің әзір кездегі әлеуметтік институтымызда күрмеу көп мәселелер. Одан бір сәт өрлесек жаңағы балалардың оқу жасына келген кездегі балалардың өзін жинап алып, кішкентай тілі шықпаған, бесікте бел қатпаған балаларға шет тілін әкеп тықпалау. Жалпы тағысын тағы осы секілді тектес мәселелер әлеуметтік институттың әр қайсы саласы, әр қайсы буыны, әр қайсы типі бойынша мемлекеттің осыған жасап жатқан қиянаттары шаш етектен. Сондықтан ұлттық идеология болмай, ұлттық болмыс болмай, расында қиын. Енді мен пәлен жылдай сыртта жүрдім, ауылдарға түстім көктем кездерінде. Сол кезде барлығы жаңа мал жанын жиыстырып тастап Серікжан Білаштың жалпы лекцияларын сөйлейді. Соған қарап отырып қуанатым, қай кезде оянады екен осы халық деп. Ал телеарналарын көретін болсаңыз, мына Қазақстанның ұлттық арнасынан тастап Қазақстан телеарнасында жүргізіліп жатқан қазақты жоятын бағдарламалар өте көп. Біздің ұлттық болмысымызға, тілімізге, дінімізге, түбірімізге, діңімізге сай келмейтін бағдарламалар өте көп. Мәселен, қалауым деген бағдарлама, қосылайып деген бағдарламаларға ауылдың адамдары кәдімгідей соған 2 сағат, 3 сағат уақытын бөліп отырып қалады. Міне бұның барлығы қалай деген кезде жаңағы халықтың идеологиясын тұншықтыру. Әрқашанда осындай тетіктерді мемлекеттік деңгейде ойлап табады. Мәселен, бір белсенді қоғамда белсенділік жұмыс жасай қалса, оның төңірегіндегі көрші қолаңдарына шейін, сол райондағы адамдарға шейін сол адамға қарсы болып шыға келеді. Туыс туғанына дейін керек болса. Міне әзір біздің арғы жақ пен бергі жақтан келіп жатқан қазақтардың идеологиясына сіңіп қалған нәрсе тыныш жүр, тыныштықты бұзба, еліміз жақсы дамып жатыр ғой, осығанда шүкір ет деп дінді араластыру арқылы санасын бәрін әбден улап тастаған дүниелер өте көп. Сондықтан біздің әлеуметтік институтымызды дұрыстамай, отбасы институтын тәрбиесін күшейтпей, ол мүмкіншілігі аз секілді. Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз айтады емес па? Бірінші адамзатқа тәрбие керек, сосын білім керек. Ал тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы деген.
Енді сондай тәрбиесіз біліммен қазір қаншалық деңгейге жеттік. Қазақ даласы қандай? Бүкіл проблема әлемде жоқ. Проблема қазақтың басына үйіліп төгіліп қалған ғой. Бүгін мына проблеманы шешем деп бір белсенді осы мәселені көтерсе, ертең ана жақтан біреу шығып жатқан, бір сүгініп тағы бірдеңкесі шығып жатқан, сағат санап көбейіп жатқан проблема қазақ даласындағы. Мемлекеттік органдар осының барлығын жасап қойып, халықты шулатып қойып қарап отыр. Міне бұл күштік құрылымның әлсіз, қоғамның әлсіз топтарын тұншықтыру, диктаторлық, авторитарлық жүйе. Бұл өзгермей, бұл Орта Азиядағы осы авторитарлық жүйелер өзгермей, бұл демократияға жету қиын. Десе де күрес жасау керек. Ал енді қоғамдағы белсенділердің әр қайсы сала бойынша көтеріп жатқан мәселелерін көретін болсақ, шашедектен күніне бір жағдай туындап отырады. Мемлекеттік деңгейде, қала деңгейінде, ауыл деңгейінде, қыстақ деңгейінде, отбасының ішіндегі жұмыссыздық, мәселен аналардың өлімі, қабаттан секіріп кету, болмаса балаларын лақтырып жіберу, көкек аналардың көбеюі, осының барлығы қоғамда жоқшылықтан туындап отырған проблема. Егер бар болатын сондай жағдай болмас еді. Жалпы бізге ұлттық идеология, ұлттық тәрбие келмейінше бұл қиындау. Енді арғы беттен келіп жатқан ағайындардың өзі де әзір ұмытты барлығын. Қайсы күні Қалмұратымыз айтып жатқан ұмыттық бәрін деп, расында ұмытты. Анау 50-ші жылдардағы зор секіру кезіндегі байларды атты, оны ұмыттық. 60-ші жылдардағы ашаршылықты ұмыттық. Ашаршылықта қаншалаған адамдар өлді, оны ұмыттық. 60-тан 70-ші жылы, 68-ден 78-ге шейінгі аралықтағы Мәден сор төңкерісіндегі қырғыншылықты, оны ұмыттық. 79-дан 89-шы жылы аралығындағы қырғыншылықты, оны ұмыттық. 90-нан 99-ға шейінгі басып жаныштау кезіндегі Қытайдың саясатында көрген зорлықты, оны ұмыттық. Ал 2016-дан 2019 аралығындағы осы уақытқа дейінгі жүргізіліп жатқан геноцидтік саясатты, геноцидтік қырғындауды, оны ұмыттық. Жалпы біз халық ұмытатын халықпыз. Ал бір-бірімізге қарсы тұратын халықпыз. Жаңағы сол жақтан келіп жатқандардың барлық көбінде тып-тыныш тұрған екі елдің ортасында әдемі жүріліп өздері шешетін жағдайды ата жұрттықтар сендер осындай ушықтырып деген идеологиялық әңгімені айта бастады. Демек бұл деген сөз халқымыздың идеологиясы оянбай өте қиын жағдайға тап болатынымыз көрсетеді. Десе де ата жұрт деген бір тірек бар. Ол мен әзірге таңдайтыр едім, сол жаңа тардай шашылып жүрген қазақтардың құқық мүддесін қорғайтын бірден ғана бір ұйым болып халықарға танылып кетті. Сол себептен ғана азуын айға білеп отырған Қытайдың өзі қорқады. Демек, осы ата жұрт төңірегіндегі көтеріліп жатқан мәселелердің барлығы халықарада оң шешім тапқаннан кейін ғана осындай жағдай болды. Еліміз жөнінен айтсаң да әзірдің өзінде де қоғамда әлеуметтік институттардың бір факультеті болған мектеп оқушыларының өзіне өз басымнан өтіп жатыр осы мәселелер. Ата жұртта нелерің бар, ата жұрттың неге тыңдайсыңдар, Серікжанның лекциясын неге тыңдайсыңдарсың деп алғашында біздің балаларымыз өзімізге қарсы тұратын. Ал мектептердің өзінде осылай тәрбие жүргізеді. Олар жаңа экстремист, террорист деген секілді бағытта әңгімелер айтады. Ал өздері жұмыс жасап кетейін десе, өздерінде ешқандай бір тетік, ешқандай бір алға жүретін бағыт жоқ. Тек жемқорлық, ұрлау, тонау, одан басқа көз ашпаған ғой бұл ел. Барлығы солай болып кеткен. Міне бұл біздің әлеуметтік институтымыздың ең әлсіз тұстары. Ал бұны дамытатын, өркендетейін деп отырған қоғам жоқ, мемлекет жоқ. Ал қалтасына басып, алақанын ұстап бәрін басып, қалтасына басып кете береді. Бүгін шықты ма жейді, жегісі келеді, тонайды елді. Мемлекеттік ұғымы жоқ. Ал халық деген ол бір қалың топыр болып қалды. Тобыр болып қалды. Қалай жұмсаса солай ғана кете береді. Сондықтан осындай
саяси ағарту жұмыстарының көп болуы әрине дұрыс. Осындағы белсенділердің өздерінің көзқарастарын ағартушылықпен шұғылдану өте күрделі мәселе. Мынау Сайрабыл Сауытбай мәселесінің өзі қазіргі таңда енді халықаралық деңгейде, мынау жаңа жоғары жақта бір видеоны көріп отырмын. Ол сыртқы істер министрлігінің сүргіндегі Шығыс Түркістан Республикасының сыртқы істер министрлігінің сөзіне қарағанда біз қару алып көтеріліс жасаймыз, төңкеріс жасаймыз. Ол мүмкіншілік аз ғой. Ол өздерінің батыстағы демократия дегенмен, ол демократияны біреу әкеп бермейді ғой. Демократияны ешкім әкеп бермейді. Демократияға өзі жүгірмесе, өзі ұмтылмаса, ол Шинжаңдағы миллиондаған ұйғырлар ол демократияны аңсаудан қалған. Дәл біздің Қазақстандағы қазақтар секілді тойын тойлап, ойынын ойлап, шегіртке секілді әнін салып, шырылдап кете берсе болды. Сондықтан бізге демократия керек, ұлттық идеология керек. Ұлттық идеологиямыз қашан оянады, сол кезде ғана біз тәуелсіздік аламыз. Бізге біреу әкеп бермейді. Мәселен, Серікжан Біләш қанша сөйлегенмен, қанша айтқанмен, соның қанша прансиеті біздің халқымыздың санасына сіңеді. Енді сіңе берген кезінде мына жақтан біреу ақылшы келіп шыға келеді. Ой, тыныш жүрсеңдер болмай ма? Бұл тыныш жүрсең болмай ма деген сөздің артқы жағында қандай институттың жатқандығын көруге болады. Ұлттық қауіпсіздігі жатыр. КМБ-сы, әкімшілігі жатыр. Ауылда жер су береді. Электрігі жатыр. Осындай қоғамның әлсіз тұстарын жаныштайтын тетіктерді көбейтіп қойған. Ананы бассаң қақпан, мынаны бассаң қақпан, аузыңды ашсаң қақпан, тыныш отыр деп жатыр мына әлсіз қоғам. Ал тыныш отырсаң тұншығасың. Әлеуметтік институттағы әрқайсы құрылымның әрқайсы топ өкілдеріне қарап отыратын болсаң, тіпті көп мынау педофил деген бір нәрсені кіргізіп қойды. Ана бір жерден бір бұрқ еткізіп, мына бір жерден бір бұрқ еткізіп, халықты үркітіп, қорқытып, шошытып, бүкіл санасының бәрін дінмен улап одан қалса. Осындай мәселелер өте көп біздің қоғамда. Бұл әлеуметтік институттың осал тұстарының соны оятуға кететін күштердің әлі жеткіліксіз екендігін көрсетеді. Ал біздің садиктегі бала шағамыз немен сөйлеп отыр? Садикке барады анау жаңағы дайындық бөліміне. Тіліміз орыс тілінде шығып жатқан, ол қазақша ойламаған, ол ұрпақтан нені күтеміз? Ол орысша ойлайды, орысша шешім жасайды, өзге ұлттың шешімі өзге ұлттың тілінде. Өз миы жоқ деген сөз ғой, былайша айтқанда. Клондап қойған ми секілді. Осындай проблемалар өте көп. Біздің Шығыс Түркістан мәселесі ол тарихта айтылып келе жатқан дүниелер. Енді ол тарих қана шешеді. Әзірге біздің күресіміз бастысы өзіміздегі нәпсі күресі деп қоямыз енді. Сол нәпсіні жеңу керек. Айту оңай, бірақ күрделі мәселелер өте көп. Сондықтан мына әлеуметтік институтта болып жатқан жалпы жағдайларды шешудің тетіктері өте күрделі. Енді ағарту жұмысы ол үшін жаңа экономикалық қуатын көтеру керек, халықтың әл-ауқатын көтеру керек деген секілді ұрандатулар көп қазақ елінде, бірақ соның бірде-бірі іске асып жатқан жоқ, барлығы жалған. Бүгінгі айтылған сөз ертең мынау Қазақстан ұлттық арнасын тыңдаған халық уланып қалады рәсми. Оның дәлелі ретінде мына қаңтар қырғыны кезінде интернет жоқ. Сосын біз телевизор көре қалдық. Қарасаңыз бүкіл террористік актілер жасап жатқан бүкіл жастардың бәрі террорист болып шығып кеткен. Көрдіңіз ба енді? Қазір біз телевизорды алып тастадық, көргіміз де келмейтін болды. Міне осының өзі қаншалық деңгейде қазақ қоғамының идеологиясын, ұлттық идеологиясын улап жатыр. Енді мынау тіпті жақсы болды. Жаңағы қос азаматтық дегеніміз бар. Енді осы қос азаматтыққа тоқталатын болсақ, жалпы бұл әңгіме бүгін ғана айтылған жоқ. Қос жүрек, екі беткей деген сөз ол ерте кезден бастап қазақтың басына нәубет заманынан бастап айтылып келе жатқан терминдер. Екі беткей, қос жүрек, қашқын деген сөздер.
Ал енді осыны заң жүзінде қазақ үкіметі Қытайға жасап беріп отыр. Қытайдың ертеден ойлап келе жатқан арам ойын қазақ үкіметі заң бойынша белгілеп беріп отыр. Ондағы жаңағы жеке туысшылап келгендігің үшін сен қылмыскер саналасың. Осы Қазақстанның азаматтығын алып алдың. Ол Қытай саған қылмыскер деп берсе, Қазақстан бере салуы мүмкін. Оны ойлап отырған қазақ жоқ. Міне басты проблема, басты мәселелер қайда жатыр, тетіктері қайда жатыр. Өте күрделі нәрселер көп. Екі беткей деп қояды. Осындай қос азаматтықпен екі беткей болып жүргендер қаншама. Ал енді қолдан жасап жатқан екі елдің бірі азаматтық қабылдаймыз деп жеңілдік жасаса, екіншісі азаматтық бермейді, болмаса барған шақыртудың өзін қабылдамайды. Бір әріпі қате болып қапты деп. Мәселен, менің әкем Нұрахын. Ар жақта мен шақыртам. Нулехун деп жазып қойған қытайлар. Ал мен Нұрахын деп жіберсем, әрбі қата. Ал енді қытайлар осы Қазақстанда ешқандай бір туысы жоқ, өмір табаны тимеген қытайларға паспорт жасатып, суылдатып шығарып жатыр. Енді біздің ар жақтағы екі тал бауырымызға соның өзіне жаңағындай талаптар қойып отыр. Міне шартсыз келісімнің артқы жағы не болатынын біліп отыр. Енді келген қытайлардың өзі қалай сөйлеп отыр. Ол 2019 жылы бір бөлім фаңбау деп алып келді. Мына тасқының алдынан алу деп айтады. Осы кадрлары әзір іске көшті Қазақстанда. Келді, кәсіпкерлік жұмысты бастады. Топырлатып отырып Қазақстан Алматының кез келген жерінен қонақ үйді сатып алды, ресторанды сатып алды. Соның арт жағында бәрінде Қытай жүр. Әзір осы визасы режимнен кейін Алматының көшелерінде екі қазақ, үш Қытай дерткен, үш Қытай, бір қазақ дерткен қазақтың жастары топырлап жүр. Осылардың барлығы уақытылы сол экономикалық қиыншылықтан болған проблемалар. Егер біздің қазақ халқының экономикалық жағдайы жоғары болса, оған қарамас еді. Басқа елдерде де солай мынау. Мәселен, Түркияны мысалға алатын болсаңыз, бір түрік, бір Қытайды болмаса, 5 Қытайды ертіп жүрген түрікті көрмейсіз. Ал керісінше біздің елімізде ғана сол жағдай. Осы проблемалардың бәрі өте көп. Қарайтын болсаңыз, енді қос азаматтықтан туындап отырған мәселелер өте күрделі. Екі елдің жасап отырған қиянаты қазақ халқына өте жиіркенішті. Ал бұл жақтағылардың құлқын ақшамен толатын Қытайдың қазақты зерттеу институттары баяғыдан бастап зерттеп болған. Келеді, ақшасын береді. Осы өз көзімнен, өз құлағыммен естіп отырған әңгімелер. Бір Қытай маған келіп емделді. Ал Қытай бір-екі күннен айтады, мен осындай 700 мың юанға алдандым дейді. Біріншісі қиын балдап кетті дейді. Екіншісі тағы бір, үшіншісі тағы бір. Осыны жергілікті қарауылдарды салдым дейді. Сөйлесем, қарауылдар ақшамды алып, қарсы жақтың сөзін сөйлеп кетеді. Не дейсің? Бұл жеке адамдардың ішкі мәселесінде қалай араласуға болады? Осындай проблемалар күннен күнге көбейіп жатқан мына қоғам. Ұлттық идеология болмай, ол әрқашанда еңсесінде көтермейді. Ұлттық сана қалыптаспай, әрқашанда әлеуметтік институттардың жалпы жағдайы оңалмайды. Осындай проблемалар қазақ даласында күннен күнге сағат санап көбейіп жатыр. Қарап отыратын болсаңыз. Ал енді әлеуметтік институттардың мемлекет жағынан құрылған тетіктерінің өз мына отандастар деген бір ұйым бар. Осының өзі осы былтырдан бастап биылға дейін бүкіл қазақтың малын баққаннан тартып садағын атқан дейміз. Біраз әлеуметтік желіде Қытайды қолдап сөйлегендеріне шейін Қазақстан Республикасының Қасым-Жомарт Тоқаевтың марапатымен, төс белгісімен қаншауын марапаттап тастады. Бұлардың өзі енді бұдан кейінгі әлеуметтік желілерде қалай сөйлейді, кімді сөйлейді? Өтірікті айтып, көзін жұмып отыра береді. Міне осындай деңгейге жеткізіп тастаған. Ал әншілердің өзі кеше ғана Қытайда қырғыншылықты көрді, естіді. Бүгін не деп сайрап жатыр? Ал сол жерге барған туристпен барған Қазақстанда сол 2016-2019 кезінде қазақтарды қырғындап, геноцидке жатқызып, геноцид жасап, алдын өлтіріп, соттап жатқан кезде осы жерде үн-түнсіз қалған қазақтың жастары әзір барып,
қазақтардың ортасы жақсы екен, ешқандай жағдай болмаған екен, кейбір таратып жатқан ақпараттар өтірік екен деп мына әлеуметтік желілерде қалай сайрап жатыр. Осының барлығын мемлекеттік күштік құрылымдары әлсіз топтарды жаныштау үшін істетіп отырған біздің халық біле ме екен? Білмейді ғой. Айта берсеңіз, таңертең орнынан тұрды қорғаннан бастап кеш батқанға шейінгі әлеуметтік институттардағы әрқайсы топ салаларында басынан өтіп жатқан трагедия, ұлттық трагедия өте көп. Асханаға кіре қалсаңыз, жаңағы сіздің қалтаңызды тағы соры болады, 12 процент деп. Сіздің ақыңыздан өзіне істетіп отырған адамның ақысын төлеткізеді. Ал біздің енді мына қоғамдағы белсенді деп отырған жастарымыздың тағдыры өте мүшкіл. Олар түніменен тойханаларда даяшы болады. Ал енді олар даяшы болғаннан кейін ертеңгі сабаққа қалай қатынасады? Қатынаса алмайды. Оларда сабақ жоқ. Ол түнімен 4.000 теңге үшін, 5.000 теңге үшін түнімен тойда даяшы болып, елдің тамағын тасыды. Бұл да ұлттық идеология деген не? Мына жерде нені түсіне аламыз? Біреуге құл боласың, ертең қоғамға шыққанда маған құл боласың деп құлдық сананы сіңіріп жатыр деген сөз. Ал енді оның білімін деңгейін тексеріп жатқан ешкім жоқ. Ол ертең қоғамға шыққан кезде біліксіз маман болады. Ал біздің медицина саласында қаншалаған біліксіз мамандар жатыр. COVID-19 кезінде қаншалаған қарагөз бауырдарымыздан айырылып қалдық. Қазақстан үкіметінің өзі 12 протокол, 12 чуфан, 12 рецепт жасады. Онда пневмотологтар, тыныс жол мамандар жоқ дейсіз бе? Бәрі бар. Соның барлығын тоқтатып қойып, принципті тұрғыдан жоғары жақтан бір ғана протокол берді, сонымен емдеді. Қаншалаған адамдар қырылып қалды. Денсаулық саласында қаншалаған бұлақтар ашылды. Біз өзіміз куәміз. Дәл сол кезде түнімен чапқылап жүріп 20-30 гликоза безрастер табатынбыз. Сонда бүкіл бәрін тоқтатып тастады. Қазақстан бойынша 38 фармацевтика заводы бар екен. Соның барлығын Россияға шығарып етті. Міне біздің ұлттық идеология деген қайда? Өзіңнің халқың қырылып жатқан кезде өзіңнің халқыңа жұмсамаған, ал енді өзгелерге берген осы құндылық көк тиынға татымайды. Бұның барлығын ойлап тұратын болсаңыз, осы күрмеуін шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Біліксіз дейді. Ешқандай біліксіз маман жоқ. Әзір шетелден оқып келген жастарымыз өте мықты. Ал енді соны бюрократтық жолмен. Бір мысал айта кетейін. Бір келіншек көзімен ауырып кепті. Сосын ауырып келген мұны Аспанеров атындағы бір глазной көз мамандарына барған. Көз маманда бір 24 жастағы профессор келіншек дейді. Сол айтты, 6 айдан кейін көзімді ота жасаймыз, дайындал деп. Сосын енді қазақ болғаннан кейін анаған барып, мынаған барып, қағылып, соғылып жүріп, бізге жетіпті. Сосын біз енді көз маман емеспіз, енді болмағанда мына Тәжимет деген Өзбекстанда бір орталық бар. Соған барып көріне ғой енді. Деп сол жаққа жібердік. Бір айдан кейін келді, ешқандай көзінде ақау жоқ деп айтты. Тексерілдім, дәрі берді, жазып берді. Ал енді бұлардың сұрағаны 1,5 миллион екенбіз. Екі көзіңді ота жасаймыз, әйтпесе көрмей қаласың. Міне коррупция. Әр қайсы жерге барсаң, батпаққа белшеңнен батасың да тұрасың. Әр қайсы мектептерде болып жатқан, әр қайсы ауылдарда болып жатқан, әр қайсы өңірлерде болып жатқан проблемалардың барлығын солай үкіметтік жүйе солай жасап қойған, халықтың еңсесін көтермейтін, еш нәрсе ойламайтын деңгейге әкеліп тастаған. Нәзір студенттер мәселесін ойлайтын болсаңыз, ана орыс келген кезде қайтып кетті. Студенттердің бәрін қуып шықты. Өзінің бауыры, өзінің туысына қарамады. Ана орысты бетінен сүйіп қабылдады. Міне бұл ұлттық идеология деген қайда жатыр. Ал біздің қазақ өзінің ата жұртына келіп, өзінің елі үшін, өзінің жері үшін еңбек етейін, тер төгейін десе, оларға азаматтық бермейді. Ал ана Қытайға ем беріп жатырыз. Орысқа ем беріп қойды. Осы жерден жер су алуына жағдайын жасап қойды.
міне біз не деген осындай халға жеттік. Осының бәрі біздің ұлттық идеологиямыздың, ұлттық рухымызды жаныштағанның нәтижесі. Топқа секең көшіліп сөйлеңдер дегеннен кейін айтып жатқанымыз ғой. Енді қазіргі жағдайда әйтеуір күнде сағат сайын туып жатқан проблемалардың барлығын дұрыстау үшін ағарту жұмысы керек. Ассалаумағалейкум. Мен Қалман Қизатұлы Кочиит, Америка Құрама Штаттары Нью-Йорк қаласынан сөйлеп тұрмын. Өткен аптада Вашингтон қаласында өткен Шығыс Түркістан босқын үкіметінің жиналысына Сарыгүл Сауытбай қатысты, және бұл жиналыста Шығыс Түркістан босқын үкіметінің вице-президенті ретінде тағайындалды. Сарыгүл Сауытбай ешқандай ұйымды мүшесі емес, және атажұртында мүшесі емес. Сарыгүл Сауытбай бұл жиынға өз бетімен қатысып отыр, оны ешкім тағайындаған жоқ, ешкім сол жиналысқа қазақтың өкілі ретінде жіберген жоқ. Яғни Сарыгүл Сауытбайдың қазаққа өкілеттілік ететін қақысы жоқ. Сарыгүл Сауытбай 2018 жылы Қазақстанда Қытайға қайтарылмау үшін және Қазақстанды қалау үшін атажұрт табанды, қажырлы және жемісті жұмыс істеді. Сол табанды жұмыстың арқасында Сарыгүл Сауытбай Қытайға қайтарылмай Қазақстанда қалып қойды. 2019 жылы Сарыгүл Сауытбайдың Швецияға кетуіне атажұрт орасан үлес қосты. Өкінішке орай Сарыгүл Сауытбай Швецияға кеткеннен кейін артта қалған әпкес сіңілдері, аға інілерінің үмітін ақтаған жоқ, ешкімге көмектескен жоқ. Көмектесетін мүмкіндігі болып тұрып, ешкімге көмектескен жоқ. Сарыгүл Сауытбай сол Швецияға шыққаннан кейін тек қана ұйғырлардың шашбауын көтерумен болды. Ұйғырларға көмектесті, қазаққа ешқандай көмектескен жоқ. Қазақтың мүддесін ешқандай қойғаған жоқ. Сарыгүл Сауытбай осы Шығыс Түркістан босқын үкіметінің жиналысына қатысып, қандай соған қақысы бар, қандай еңбегі сіңді қазаққа қандай көмектесті, қай жағынан көмектесті. Шығыс Түркістан босқын үкіметі қазір батыста және шығыс елдерінде, Түркияда, тіпті Жапонияда 10-дан астам босқын үкімет бар. Егер осы Америкада босқын үкіметі құрылатын болса, оған Сержан Біләштің және атажұрттың ақылы және батылы жетпеді ме? Соны ойлау керек. Бұл Шығыс Түркістан босқын үкіметі құру керек пе, керек емес пе? Және бұл Шығыс Түркістан босқын үкіметін кімдермен құру керек, қалай құру керек? Осыны дұрыстап ойланған жөн. Сарыгүл Сауытбай қазіргі тірлігі мақтаған келін тойда осырады деген нақыл сөзді еске түсіреді. Рахмет. Сарыгүл енді жақсы, саясатқа араласпаймын десе, баяғыдан саясатқа араласпаймын десе, біз оны түсінер едік. Бізді аузына алмаса, секеңді аузына алмаса, оған жақсы дер едік. О, жақсы, оған бізді ренжімейміз, ренжігенде емеспіз. Енді сонша жыл жүргенде шетелде талай баспасөз, неше түрлі халықаралық баспасөз беттеріне шығып жүрді, сұхбат беріп жүрді медиаға. Сол кезде осы Қазақстанда бәленбай жаңағы лагерден шыққан кісілер бар, соларды алдыру керек еді деп
тың болмағанда солардың ішінен бірнешеуінің атын атай беру керек еді. Үнемі сұхбат берген сайын осындай болып жатыр деп. Ішіндегі әсіресе денсаулығы нашар кісілерді айту керек еді. Осыларды алдап тым болмағанда емдетсеңіздер, жақсы оны саяси жағына көтермей қойыңыздар. Бірақ азамат ретінде, олар адам ретінде олардың емделуге құқығы бар ғой. Қазақстанда оларды емдеуге медицинаның қуаты жетпейді. Сондықтан соларды алып шығып емдетіңіздерші, өтініш емдетіңіздерші деп соны айта бергенде тым болмағанда бірнеше адамның батысқа шығуына септігі тиетін еді. Бірақ мен Сайрагүлдің сұхбатынан осы лагерден шыққан адамдардың біреуінің атын атап, осыған осындай көмек керек, немесе осындай адам бар еді деп айтқанын естіген жоқпын. Гүлжан, тағы басқа азаматтар сөйлеңіздер. Біз қазақты саяси танымдық принциптік тұрғыдан жаңағы ағартып жатырмыз. Сондықтан сөйлеңіздер, әркімнің өз аудиториясы бар. Осындағы әрқайсыларыңызды сүйіп тыңдайтын өз орталарыңыз бар. Сондықтан сөйлеңіздер. Сайрагүл дұрыс істеді. Мен де сол Сайрагүлдің артынан лағман жеймін, атыш лағманын жеймін, жуындысын ішемін, тәрелкісін жалаймын дейтіндер болса, олар да айтсын. Шаршадық Қазақстанда, қиыншылық, ақша жоқ, жұмыс жоқ. Алдыдан Қытай, арттан өкімет қысып жатыр. Бүйтіп қазаққа жұмыс істегенше сол лағманшы болып, сол Қыдырәлі, Ербол, Қайрат, Сайрагүл, тағы басқа анау лағманшылар ұқсап, мен де лағманшы болам дейтіндер болса, олар да ойларыңды ашық айтыңдар. Қысқасы, Құдай да білсін, біз де білейік, халық та білсін кімнің кім екенін. Біз демократия, бүкіл ойды жариялаймыз. Ал қайсы қазаққа пайдалы осы жолдардың ішінде? Лағманшы боп, алатақиялылардың артынан ілесіп, 30 жыл ту көтеріп айғайлап, құтқарған 30 адамы жоқ жүрген дұрыс па? Ел өзі таңдасын. Бекзат, дұрыс айтасың. Енді шақырса, сол лағман жеуге шақырады. Лағман жеуге шақырады баяғы. Атыш лағманы былай, тәрелкісі үлкен, Қашқар лағманы былай, тәрелкесі былай, Қотан лағманың аштысы көп, бұрышы көп деген сияқты менюлерді, мәзірлерді ұсынуы мүмкін. Бұл жерде енді біз қазақтарды жаңағы көзқарасы ашық болсын деп отырмыз ғой. Яғни кім не жолды таңдайды, халық білуі керек. Ал біз өз басымыз қазаққа пайдалы жолды таңдап отырмыз. Біз лағман жемейміз, сөздің шыны керек. Енді сол алатақиялылардың ақылымен, немесе осы біздің талқымыздан кейін Сайрагүл жаңағы лагерден шыққандармен хабарласуы мүмкін. Сонша жыл хабарласпаған болса да, енді хабарласуы мүмкін. Енді оларды жаңағы біз шығарайық деп сөйтіп бүйтейік деуі мүмкін. Енді ендігі звондап, ендігі шақырғаны менен осығанға дейінгі шақырғаны екеуінің характері ұқсамайды. Ендігі шақырғанын біз басқаша қабылдаймыз. Осы күнге дейін үміттендік, бірақ болмағаннан кейін ендігісі енді ол басқаша болады. Басқаша мақсатпен шақырды деп есептейміз. Беке, Басекең, дұрыс айтасыз. Енді бұлар кірісуі мүмкін. Біздің мынау қазіргі көзқарасымызды бүтін жаңағы нақтылы ой өрісімізді жеткізіп жатқанымызды білгеннен кейін Сайрагүлге жаңағы лағманды жақсы тартатындар, дәмді қылып шығаратындар жаңағы тапсырыс беруі мүмкін. Сен сол жақтағы жаңағы лагерде жаңағы Қазақстан азаматтығын бермеген лагерде жатқандарға хабарлас, соларға шық. Мүмкін болса біз алдырамыз деген осы шетелге жаңағы ауырып қалғандарды емдетеміз дегенде біздің мына телефонның бәрі бақылауы мүмкін. Мұнаның бәрін біліп отыр ғой, бұл хабар жеткізіп отыратындар жетеді. Ассалаумағалейкум. Біз тегі бір халық ретінде өзара ынтымақтасу, интеграцияны күшейту деген ол дұрыс. Бірақ дәл қазіргі жағдайымызды айтайықшы. Дәл қазіргі жағдайда біз осы Секең алдымен Түркияға бар дедік қой. Оның алдында Секеңнің визасы бар екенін біліп тұрсақ та, ақш-қа баратын визасы бола тұрса да, бірақ алдымен Түркияға бар дедік. Себебі неде? Біз үміттендік. Солардан бір әрекет бола ма деп. Бірақ біз күткен әрекет болған жоқ. Жарайды, біз қазақ билігі сөйтіп отырғанда біз түрік билігіне не деп өкпелейміз? Өкпелемейміз билікке. Бірақ оларда бір саясат қолдану керек еді. Жарайды,
ресми билік ешқандай қолдау көрсетпей ақ қойсын, бірақ халықтың ішінен бір ұлтшылдарды жіберіп, Секең аз да болса жеке басына жағдай жасау керек еді. Осы жеке басына да жағдай жасай алған жоқ қой. Сондықтан түріктер де бізге ренжи алмайды. Біз алдымен оларға бардық. Олар тыбыр ете алған жоқ. Сондықтан дәл қазіргі жағдайда сол Түркияның өзі Қытайдың қабағына қарап тыбыр ете алмай отырған кезде бізде не қылған түрікшілдік? Біздің ештемеміз жоқ, тыр жалаңаш, жалаңбұт жүрміз. Біз түрікшілдік дәл қазір біз өйтіп ұрандай алмаймыз. Жағдайға байланысты. Секең сол жерде 4 ай тұрғанда аман болды, ешкім тиіскен жоқ. Ол үшін болса да біз енді әрине түріктерге бірінші өкпелемейміз, екінші сол 4 ай ішінде рахмет айтамыз. Секең Түркияда тұрған кезде кім Қалман аға, Бабы Салам ағалар азамат ретінде Секеңнің қасында болды, қолынан келген көмегін істеді. Ал енді түрік билігі не болмаса түрікшіл ұйымдар немесе жеке азаматтар басқа ешқандай әрекетке барған жоқ, көмек қолын созған жоқ. Тіпті бұл мәселеге қатты көңіл болып кетті деп айта алмаймыз. Әбеке, бұл жерде Мұстафа Шоқай менен Заки Валидин тоғанды қатар жазғаныңыз өте керемет болды. Сол осы 20 ғасырдың басында осы екі түріктен шыққан алып азаматтардың ойы дұрыс болған негізі. Бұл жерде жаңағы біз алаш деп шулап жүрміз ғой. Негізі алаштың ішіне шпиондар ерте кіріп кеткен сияқты да, алаштың кейбір бағыттарынан шатыстырған ау деймін. Алаштың ішінде шпиондар көп болып кеткен сияқты. Енді қазіргі мына тактика ғой, ішіне кіргізеді жансыздарын. Негізі бағытынан жаңылмаған осы Мұстафа Шоқай атамыз бен Заки Валиден тоған екен ғой. Осыларды қолдап кеткенде жаппай. Ол кезде Орта Азияның тарихы басқаша жазылады екен. Енді осы Заки Валиден тоған жайлы керемет оқып тастадым демей, бірақ менің білуім бойынша Заки Валиден жаңағы бәріміз күш қосып осы түрік тұқымдас халық коммунистермен соғысайық деген. Бірақ оған сол алаштың ішіне кіріп кеткен жаңағы жансыздар. Енді ол кезде жансыз екенін ешкім де білген жоқ қой. Алаштың етегінен тартып сол орыспен бетпе-бет келуге келтірмеген сияқты ғой, тартқылап. Сонымен басы қосылмаған ғой. Менің естуіме қарағанда, енді оны тарихшылар анығырағын айтатын шығар. Біздің ең әлсіз тұсымыз осы болып тұр ғой. Осыны жауларымыз да біліп тұр. Сол екеуінің дәрежесі басқалардан ерекше жоғары болған. Ол шындық солай. Енді мынау Кеңес одағы кезінде сол орыстар мен ымыраға келген кісілерді көбірек көтеріп жіберді ғой. Болмаса ана екеуіне жетпейді. Пан-қытайизм бар, пан-орысизм ол да бар. Пан-славянизм деген түрі бар, пан-славизм деген түрі бар. Қазіргі Шығыс Еуропадағы Сербия, мысалы, сол аурумен қатты ауырады. Орыс сонымен ауырады. Югославиядағы біраз республиканың осымен ауыратын саясаткерлері бар. Пан-қытайизмді қытайлар да жунха жуи деп аударады. Олар тіпті жунха фәнжуншан деген сөзді де қолданып жүр. Олар тіпті мына оңтүстік Шығыс Азияда Қытай көп жердің бәрін Қытай мәдениет ықпалындағы жерлер дейді. Тіпті Жапон, Корейді де, Вьетнамды да Қытай мәдениет ықпалындағы елдер деп қарайды. Енді бүкіл Шығыс Еуропа, мысалы, славян текті. Солтүстік Еуропадағылардың барлығы жаңағы Алмания, герман тектілер, біріне бір жақын халықтар. Ұсақ халықтардың қанша бірінің тілдер аудармасы түсінеді. Мысалы, Дания, Норвегия сияқты сол жақтағы көптеген халықтар бар. Тіпті баяғыда бір шығарманы оқығанмын. Сол ұлттың ақыны өз ұлтының тілінде өлең оқыса, олардан гөрі ана көрші елдің халқына ол жағымды сезіледі екен. Ескі әдеби тіл. Тамырлары бір халықтар. Бірақ бұл жерде жалпы түркі бірлігі, тұран бірлігі, түркшілдік, тұраншылдық бұл идеяның қайнар көзі қазақты өзек етуі керек. Біз әлі толық қазақ болып
отаршылдықтан арылмай тұрып, орысшылдықтан арылмай тұрып, соңғы кезде қалыптасқан қытайшылдықтан арылмай тұрып, мың бәлен сектадан арылмай тұрып, ұлттық менталитетімізді тастай қып, тағанымызды беріктеп, дұрыстап алмай тұрып, біз мынау түрік одағы тұраншылдық дейтін болсақ, ертең ол айналып келген кезде 80 миллион түріктің ассимиляциясына ұшыраймыз. Іргеңде 30-40 миллион өзбек тұр. Оның ассимиляциясына ұшыраймыз. Ирандағы Әзербайжандар неге жойылып кетті? Мәдениеті бір, діні бір болғандықтан жойылды. Діні ұқсамағандықтан орыс бізді жұта алмады, діні ұқсамағандықтан Қытай бізді жұта алмады. Қытай шүршітті, моңғолды жұтып алды, хмоңды жұтып алды, жуаңды жұтып алды, тайды жұтып алды. Бірақ өзінің дербес тілі болмаған, бірақ діні мықты дүнгенді жұта алмады. Неге? Тілі бөлек, жаңағы діні бөлек. Дін сақтап қалды. Ұқсас дін жұтып алады. Қытайды билеп тұрып, шүршіт пен моңғол Қытайға жұтылып кетті. Себебі діндері бір болғандықтан. Егер біз орыстың дінімен бір дінді ұстанған болсақ, осы кезде орысқа жұтылып кеткен славян халықтар сияқты, немесе басқа дінсіз халықтар сияқты болатын едік. Міне, егер қазақтарды, мысалы, Орта Азияны Түркия жаулап алған болса, орыс империясымен жеңіп, осы кезде Орта Азияда бірде-бір қазақ, өзбек, қырғыз, башқұрт, татар қалмайтын еді. Бәріміз түрікпіз деп, бәріміз түркше сөйлеп кететін едік. Ұлттық бөгенеміз баяғыда жойылып, жаңағы ұзаса бір азғантай ұсақ түйек бір ерекшеліктеріміз қалатын еді. Себебі тамырластық жойып жібереді. Қытай деген халық та сол біріне бір жақын халықтардың жұтылуынан, бірігуінен шыққан халық. Мен жалпы өзім бұл пантүркизм немесе тұраншылдық дейтін нәрсенің бәрі Еуроодақ осы аяда ғана болу керек деп ойлаймын. Еуроодақ сияқты тепе-тең тұратын, ұлттық мемлекеттік құндылықтары сақталған, шекарасы сақталған, бірақ бір-бірімен әскери, мәдени, қаржылық одақ деңгейінде болуын қалаймын. Қазақтың Ұланғайыр даласын мен өзбекпен ортақтаса алмаймын. Қазақтың Ұланғайыр даласын мен түрікпен одақтаса алмаймын. Менің көзқарасым осы. Пантүркизмді Түркияның түріктерімен соңғы кезде өзбектер қатты уағыздап тұр. Себебі олар пантүркизмге мұқтаж, тұраншылдыққа мұқтаж, сыймай жатыр олар. Түркия үлкен аға болып отыра қалмақшы, бәріне бас қалқа болып. Өзбек те сол, ана құмының ішіне сыймай жатыр, жарылғаны тұр аузы мұрнынан шығып, тентіреп шетелде жүр. Пантүркизмдік идеологиялық одақ аясында қазақтың Ұланғайыр ен жатқан даласын игермекші. Сөздің шыны керек. Ол мен өз басым бар ғой, мен түрік-сүрек анау мынау емес, одақ деген нәрсе болады. Мысалы Малайзия мен Индонезия одақ, Бруней одақ, тілдері бір одақ, бірақ бір тілде сөйлеп тұрып үш мемлекет. Канада мен Америка одақ, бес көз одақ, шекарасы сызып қойған, бірақ шекара жоқ, бірімен бір емін еркін кіріп шығады, бірақ мемлекеттілік сақталып тұр. Біз мемлекеттілікті жоятын қандай да бір изімнің бәріне қарсы тұру керекпіз. Біз бар ғой, бір мемлекет бола алмаймыз. Ол анық ол. Оған ұмтылсаң да бір мемлекет бола алмайды түріктер. Біз басқа ұлт болып, тіпті басқа мемлекет болып кеттік қой. Басқа мемлекет, жеке-жеке мемлекет болып кеткеннен кейін, оны біріктіріп қайттан бір мемлекеттің халқы қылып жасаймын деген ол іске аспайды. Ал күшпен үйткен күннің өзінде де жаулар оны қайтадан іріткі салып араға. Біріміз қырқыстырып қояды. Соқтан ол бір мемлекет бола алмаймыз. Жаңағы одақ, экономикалық одақ, не сияқты, сол сияқты бір достық одағы деген сияқты сондай көлемде бола алатын шығармыз. Ал бірігіп бір мемлекет бола алмаймыз. Ол мүмкін емес. Оны қиялдаудың да қажеті жоқ. Мына арабтарды мысалы алайықшы. Арабтардың тілі бір. Кейбір диалектімен farqлалады, бірақ ол бір-біріне кедергісіз түсінеді, ешқандай қиындық тудырмайды. Жаңағы идеологиясы негізінен бір. Бәрі исламды негіз етеді идеологияда. Ал шыққан тектері бір.
және бәрі тәуелсіз мемлекет, 20 неше тәуелсіз мемлекет болып отыр арабтар. Ешқандай кедергі жоқ. Бірігем десе, негізі кедергі жоқ болу керек еді. Бірақ солар неге бірігіп бір ел болмайды? Яғни бір ел бола алмайды. Тәуелсіз мемлекеттер болып кеткеннен кейін ол бірігіп бір ел бола алмайды. Арабтардың жаңағы Араб лигасы бірдеме деген ұйымдары бар. Араб мемлекеттерінің ұйымдары бар, бірақ бір мемлекет бола алған жоқ. Боламыз деген жоспарда жоқ осы. Орыс пен Украин славянизмді, панславизмді туғылды. Патшалық Ресей кезінде, одан Совет кезінде. Совет кезінде украиндардың мәртебесі орыспен тіпті пара-пар тепе-теңге жуық болды. Ал не болды қазір? Украинаның Ресейге қосылғандығының бейбіт жолмен бәлен 100 жылдығы ма, 300 жылдығы ма, бірдеңе 100 жылдығы дегенде Хрущев мас болып отырып Қырымды сыйға тарта салды. Енді Путин шығып ап, оны Хрущев жындылығынан берді, оны аламыз деп алды. Ал енді қырылысып жатыр екеуі. Бірін-бір аудармасыз түсінетін ел. Бірінің түріне қарасаң айыра алмайсың бірін-бірі. Діні де бірдей, тілі де бірдей қалып қырылысып жатыр. Сондықтан бұл жалпы осы бір атадан тараған халықтарды бір жаңағы осындай изм арқылы біріктірем деу үлкен империялардың кезінде ойлап шығарылған нәрсе бір. Екіншісі осы әлсіз халықтар, ұсақ халықтар, аталас тектес халықтар сырттан келген жауға ортақ қарсы тұратын кезде бір атаның баласымыз деп бірігуден шыққан дүние. Анау пан-арабизм, пан-исламизм деген анау бір ауғани дегеннің шығаратыны содан. Англияның шапқыншылығына қарсы тұру кезде. Сондықтан бұл пандардың ар жағында бір мүдде жатыр. Өзбектің соңғы кезде пантүркизмді қатты үгіттеп кетуі сыймағандығынан, Түркияның туранизм, пантүркизмді қатты үгіттеп кетуі орыс бодандығынан құтылып есін жия алмай отырған Орта Азия халықтарын бауырына тарту, өзінің ықпалын арттыру, тауарын, экономикалық, саяси, мәдени ықпалын арттыру. Ал бұл Орта Азия елдеріне де керек. Бірақ жерді беруге болмайды, егемендікті беруге болмайды. Ұйғырлардың пантүркизммен қатты жаңағы айналысатын Шарқи Түркістан деп пантүркизм болып, қазақ ұйғыр екеуі бірігіп Шығыс Түркістан деген республика құрам деп жанталасуы, бұның көп себептері бар, өте көп себебі бар. Мына Сайрагүлдің бастығы болған қазіргі Шығыс Түркістан республикасы босқын өкіметінің президенті Сайрагүлдің бастығы, Сайрагүл оның орынбасар президенті болып отырған анау шалдың кітабы бар. Оны жуырда осы жерге салам. Оның сөйлеген лекциясы бар. Онда ол былай айтады. Неге біз Ұйғырстан демей Шығыс Түркістан республикасы дейміз дейді. Бір, Шығыс Түркістан республикасы тарихта құрылған, мемлекеттілігі 2 рет жарияланған, ал Ұйғырстан деген мемлекет тарихта болмаған. Сондықтан біз бар мемлекетімізді қалпына келтіруіміз керек. Ұйғырстан деп айтпаймыз. Оны кейін Шығыс Түркістан деп құрып алғаннан кейін асықпай өзгертсек болады деген сөз бар. Бұл бір. Екінші бір лекциясы бар. Мынау Ұйғырстан республикасын құрамыз деп айғай-шу шығып, бұлар екіге бөлінгенді айтады. Біз мемлекетімізді жоғалтып алған халықпыз. Мәселен дейлі, Мәметжан жоғалып кетті. Енді сол жоғалып кеткен Мәметжанды тауы маңызды ма, жоқ, Мәметжанның атын Сәметжан деп өзгерту маңызды ма? Алдымен біз Мәметжанды тауып алайық. Тауып алғаннан кейін оны азан шақырып құлағына сенің атың бүгіннен бастап Сәметжан деу оңай емес па дейді. Яғни бұлар қазақты алдап, сулап, Шығыс Түркістан ойбай бәріміз сен қазақ емессің, мен ұйғыр емеспін деп Шығыс Түркістан республикасын құрып алып, артынан оны Ұйғырстан қып алсақ оңай деген сөзде тұр. Бұл тағы. Енді бір фактор. Екінші Шығыс Түркістан республикасы Құлжада құрылған. Оның әскерінің 80-90% қазақ. Оны Сталиннің саяси жобасы, Совет одағы компартиясының қуыршақ өкіметі болды. Соғыста оқ атқан ең көп қырылған қазақ. Коммунистермен ең көп соғысқан, буржуазиямен ең көп соғысқан қазақ. Қаруды Қазақстаннан, Советтік Қазақстаннан алды. Қолбасшы
мемлекет қорғаныс министрі, Шығыс Түркістан қорғаныс министрі Дәлелхан Сүгірбай қазақ болды. Алтайдың қазағы. Бұрын жаңағы Монғолияға тән Алтай болды. Алматыда әскери училищеде оқыды. Жоғары дәрежелі орыстың әскери маманы болып жаңағы жұмыс атқарды. Шығыс Түркістан Республикасының қорғаныс министрі болды мысалы. Енді қараңыздар. Қытайға қару тапсырғанда Манас өзенінен өткізбей Шығыс Түркістанды Сталин Қытай компартиясына сатты. Ол Ялта келісіміне байланысты болды. Сталиннің территория кеңітуінің алдын алу үшін Рузвельт пен Черчилль Ялта келісіміне қол қойып, Сталинді одан ары территория кеңітуден тоқтатты. Шығыс Түркістанды Монғолия сияқты Совет одағының қуыршақ еліне айналдыра алмаған Сталин оны Қытай коммунистеріне сатты. Сөйтіп бүкіл Қытай коммунистерін контролдап, Шығыс Түркістанды қамтыған бүкіл Қытайды меңгеріп отырам деген жоспары болды. Сөйтіп Манас өзенінде Шығыс Түркістанның әскері аттам жерде тұрған Үрімжіні жаулап алмай, үкіметсіз қалған, үкіметі қашып кеткен, буржуаз Қытайдың үкіметі қашып кеткеніне Үрімжіде бүкіл халық өзімен өзі болып қалған, үкіметсіз жағдайда тұрғанына қарамай Манас өзенінен аттап өткіздірмей қойды. Қазақтар жаңағы аң аулап, қымыз ішіп, сөйтіп жатты. Содан Маудың генералы Уаңжын Шөпшақайын сүйретіп, арып ашып, есегін айдап, өгізін айдап, жаяу жалпан ішкі Қытайдан ана бүкіл құмының құмын басып отырып, Үрімшіге кіреді. Содан Шығыс Түркістан армиясы қаруын тапсырып, Қытайдың азаттық армиясымен бірігеді. Сол кезде қаруын тапсырып біріккен қазақтың өзі 8800-ден астам болды. Ал қазақ еместердің саны 5000-нің айналасында болды. Енді осы жерде мынандай әңгіме бар. Шығыс Түркістанды Қытайға тапсыратыны Сталиннің жоспары белгілі болғанда, Советтің құрамында Қазақ Совет Социалистік Республикасынан келген, өтіріктен Қытайдың қазағы болып жасанып осы армияда болған бүкіл советтік армия кетіп қалды. Себебі ол Совет одағының армиясы. Қазақ Совет Социалистік Республикасының қазақтары олар. Бар болғаны олар кәдімгі Қытайдың қазағы болып жасанып, Шығыс Түркістан Республикасының әскері болып соғысты. Олар кетіп қалды, оны шақырып алды. Екіншісі, ертеректе Албан көтерілісі кезінде осы Жетісу өңірінің албандары, суандары, қаңлы жалайырлар, мен мына тайпаларды әдейі айтып отырмын, оның ішінде қоңыраттар да бар. Солар Шығыс Түркістанға қашып барды сол кезде, білесіздер, орыс қырғындығын. Кейін осылар Шығыс Түркістан армиясының құрамында болды. Кейін Совет одағы сендердің қайтуларыңа болады деген кезде бұлар да қайтты, бір бөлігі. Ал сол жерде тұрғылықты қазақтардың Сталиннің бұйрығы бойынша Қызыл армияға қосылғаны жаңағы 8000-нан артық болды. Енді есепте. Сонда бүкіл Шығыс Түркістанның әскерінің құрамындағы қазақтың саны қанша болды, есептеңдерші. Сондықтан бұлар оның бәрін біледі. Ұйғырстан деп атаса қазақтың тулайтынын біледі. Сөйтіп қазақты алдап сулап арқаға қағып, мынау жаңағы сиыр сауып жүрген келіншек жұлдыз аурумен ауырып қалған арқасына қағып лағманға тойдырып, сен Шығыс Түркістан Республикасының орынбасар президентісің деп, оны үрдеп, баяғы далитып, сосын жаңағы қазақтың ана қасиетті жері Алтай, Тарбағатай, Майлы жайыр, Сауыр, мынау ең керемет әдемі жер Іле, Сайрам, анау Жыңғылды, Жұңғардың қақпасы, Арғы қақпасы, Ерен қабырғаның бүкіл, мына Алтай тау, Ерен Тарбағатайдың ортасы, Санжыбаркөл морийіңді алып ап, ертең сол жердің бәрін Шарқи Түркістан Республикасы қылып отырмақшы. Бұл жердегі бұл пантүркизмнің әңгімесі осында. Сондықтан менің айтатыным, біз сол анаизм, мынаизммен бас ауыртпау керекпіз. Аспан ала қандай жер тебінгідей кезден қазақпыз, заман ақыр жер тақыр болғанға дейін, қиямет қайымға дейін қазақпыз. Мына оңтүстік Америкада Бразилия ғана Португал тілінде сөйлейді. Қалған оңтүстік Америкада ғана бәленбай елдің дені испан тілінде сөйлейді. Солар ойбай бәріміздің тегіміз бір, атамыз бір, тіліміз бір, мәдениетіміз бір.
біз пан-испанизм болайық, Испаниямен қосылайық, бірігейік деп ешқайсысы ауырмайды. Венесуэла болып тұр, Мексика болып тұр, Чили болып тұр, Парагвай, оның бәрі өз алдына болып тұр. Міне әңгіме қайда жатыр. Сондықтан осы измдер дейтін нәрсе тілдік, мәдени жақындық, тектік жақындық, діни жақындық, осындай жақындықтармен бір изм болып бірігу деген нәрсе, ол күрделі нәрсе, ол өте күрделі нәрсе. Мысалы, қазіргі Түркия, Мұстафа Кемал Ататүріктің кезінде бәрінің ұлтын жойып, түрік деп жазып жібергеннің пайдасын көріп, біртұтас түрік ұлтын қалыптастырып отырғанмен, әр нәрсенің екі жағы бар. Түрік болып аталып алған, құжатын түрік қылып алған, шын мәнде атасының, әжесінің грузин екенін білетіндер, мұсылман емес екендігін білетіндер, арғы атасының әрмен екенін біліп, қорыққаннан түрік болып алғанын білетіндер, арғы аталарының еврей екенін біліп, жағдайға сай түрік болып алғанын білетіндер, күндіз мешітте айғайлап, азан шақырып, намазын оқып, жұмада айғайлап тұрып, уағызын айтып, кеште қайтып келіп, крестіне шоқынып, тағы басқасына шоқынып, тірлігін жасап жүр. Ал солардың сыртқа біртұтас түрік тілде сөйлегеннен, сыртқа біртұтас мен түрікпін дегеннен не пайда? Арғы жағында өзінің есебі бар. Мен Америкада үлкен халықаралық бір жиында жүрген кезде Түркияда жасайтын жаңағы иссириандық, ертедегі шумердің тұқымымын деген, біз шарасыздан біздің Түркияда жаңағы шарасыздан түрік болып кеттік, шарасыздан мұсылман болып кеттік, анығында біз ең алғашқы христиандар едік деген әйелді көрдім, сұхбаттас болдым. Мысалы, осы уақытқа дейін хат-хабар алысып тұрамыз. Шарасыздан араб болып кеткендері бар екен. Ал соларды сен ассимиляциялағаннан не ұтасың? Не ұтасың оныменен? Жаңағы анау, сондықтан мына измдар бір ортақ қорғанысқа, мысалы, НАТО ортақ қорғанысқа келді. Совет одағынан социалистік, империалистік жүйеден қорғану үшін НАТО деген ұйым болды. Міне дұрыс ол. Бірақ НАТО бірінің жерін бір иеленбейді, мемлекеттілік сақталады. Бір одақ қана. Тура сол сияқты. Еуроодақ, экономикалық одақ. Тура сол сияқты ғана нәрсе. Ассалаумағалейкум, қандас бауырлар, жалпы қазақтар. Жақында естіп жатырмыз, осындай ұйғырдың шетелдегі босқын үкіметіне біздің қазақтан шыққан Сайрагүл Сауытбай апамыз премьер-министр болып тағайындалып жатыр екен. Ол енді өзінің жеке басының ісі, бірақ біз қазақ халқы бір ұлт ретінде оны құптамаймыз, қолдамаймыз. Себебі әрбір ұлттың өзінің тарихы бар, тағдыры бар. Соған байланысты әрбір ұлттың өзінің ала қойған арман мақсаты болады. Қазіргі уақытта біздің қазақ халқының, қазақ халқы демей қояйын, жалпы қандас бауырлардың ең бірінші мақсаты, арманы ол Қытай еліндегі туыс туғандарымыздың, қазақтардың аман есен жүруі, тағы да бір рет қолдан жасаған, сыныптан сылтау тапқан геноцидіне ұшырап қалмауы. Бұл біздің бірінші мақсатымыз. Ал біздің екінші мақсатымыз қазіргі уақытта бүкіл мәдениет қоғамнан кері қарай кетіп бара жатқан, алыстап кетіп бара жатқан социалистік Қытайдың билігі жүйесі, соның экспансиясынан қазақ мемлекетіне деген соны қорғау. Бұл міне біздің екінші арманымыз. Ал енді ұйғыр елін алып қарасақ, олардың қазіргі уақыттағы ең бірінші мақсаты, арманы ол тәуелсіздік алып мемлекет құру. Оны түсінеміз. Бірақ та біз қазақ халқының бірінші арманы және екінші арманы басқа бір ұлттың бірінші арманы үшін біз құрбан етпейміз. Құрметті қандастар, мен кешегі Сайрагүл Сауытбайқызының осы ұйғырдың босқын үкіметіне орынбасар президент болып сайланған жөнінде кеше біраз пікірімді айтқан. Бүгін сол пікіріме қосымша тағы біраз ойларымды айта кетейін. Ұйғырлар осы бұрыннан бері Шығыс Түркістан шулағалы пәленбай жыл болды. Ол өздерінің территориясында
осындай мемлекет құрамыз деп онда көрсетіп жатыр. Қазақтардан негізі мынау біздің жеріміз ғой, мынау үш аймақ қазақтың тарихи жері ғой, ол біздің жеріміз деген сияқты қарсылық пікірлерді көп естімейміз, қазақтардан көп айтпаймыз айқайлап. Себебі бұл жерде бір мәселе бар. Себебі ол бізде мына ар ұят деген нәрсе болады. Мысалы, ол іске аспаған нәрсе әлі күнге шейін, мысалы, пыспаған шелпекке таласқан сияқты болады да жерде. Қолға тимеген нәрсеге таласу деген енді ұят нәрсе. Сондықтан көбінесе қазақтар үнін шығармайды бұл мәселеде. Ал енді көбінесе осы халықарадағы адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар шетелдегі, солар осы Шинжаң мәселесіне келгенде көбінесе ұйғыр мәселесі деп айтады. Қазақ немесе басқа ұлттарды көп қоспайды. Бұда да мен ойлаймын, ол сол ұйымдардың өзінде бір кейбір адамдар ойлайды ғой, ар жағында үлкен арамзал жатыр деп. Мен ондай ойламаймын. Себебі ол қажетке қарай солай болып тұр да. Өйткені ол бір ұлт болған жағдайда, бір ұлттың мәселесі болған жағдайда, ол ана иненің басы үшкір болады да. Үшкір болған сайын ол сұққан жеріне жақсы кіреді. Ал енді оған қазақ қосылса, қырғыз қосылса, татар қосылса, басқа ұлттар қосылған сайын ол иненің ұшы мұдықтала береді. Ол қалаған орнына кірмейді. Мен сол мақсатта мен ойлап отырмын, осы басқа ұлттарды көбінесе алып тастап ұйғырды негіз етіп айтады. Шын мәнінде де геноцидқа ең көп ұшырап жатқан ұйғыр халқы ғой. Оны да түсінуге болады. Оған да көп арыз пікір айтпаймыз. Ұйғыр деп жаза берсін, ұйғыр деп айта берсін. Ал енді мына мемлекет құруға келген кезде, мемлекет құрып кәдімгідей бір өкімет жасақтауға келген кезде, ол енді баланың ойыны емес қой. Ол деген кәдімгідей тарихи құжат ретінде, сол өзі өкімет, сол өкіметтің ішінде де болсын, қандай болмасын, ол бір ел болғаннан кейін өзінің басшылық мүшелері сол жүйенің сол тағайындалады, одан кейін оның территориясы кәдімгідей сызылады, мемлекеттік ұраны, гербі деген сияқтылардың бәрі тұрақталады. Кәдімгі мөр басылып, ол кәдімгі тарихи құжат ретінде дайындалады. Сондықтан ол баланың ойыны емес. Мұндай кезде егер қазаққа қатысы бар болатын жағдай болса, біз үнді шығармай, үндемей отыруға болмайды. Пыспаған шелпек деп отыруға келмей қалады бұндай жағдайда. Себебі бұл құжаттарды кейін мысалы ұйғыр үкіметі алып шығып, басқа бір екінші үкіметке, Еуропа, Америка үкіметтеріне көрсетеді ғой, осындай тарихта осындай мемлекет болған, міне осыны қайтадан қалпына келтіріп, осындай тәуелсіздік алу мақсатында өсіп жатырмыз деп. Сол кезде мысалы ана құжаттарды көрсе, айтады ғой, ол тарихи мемлекетті білеміз, оның ішінде мысалы қазақтың үлесі де өте көп болған, басшылық мүшесінің ішінде қазақтар болған, әскерлерінің де көп мөлшері соғысқан қазақтар болған. Ал енді мына сен әкелген құжаттардың ішінде қазақтар жоқ қой. Қазақтар мойындамайды ғой мына сенің территорияң деген кезде, мысалы, ол сол кезде бар. Міне бізде бар. Міне біздің осы мемлекет құрған кезде біздің орынбасар президентіміз қазақ деп сол кезде алып шығады да оны. Сол кезде ол бұның мәні, Сайрагүлдің қатысқан мәні өзгереді. Ол Сайрагүл қаласын, қаламасын, өзінің ойы болсын. Біз қалайық, қаламайық, өзіміздің ойымыз болсын, қандай болмасын, ол қазаққа уәкілдік етіп кететін мүмкіндік шығады жерде. Қазақ пен ұйғыр бірігіп, міне, осы мемлекетті құрайын деп жатыр. Осы территорияны қазақтар да мойындап жатыр. Мынау Шығыс Түркістан территориясы ретінде деген сияқты мәселе кетеді. Міне ол ең маңызды жері осы жерінде. Ал енді оны түсінбей отырып, болашақта қазаққа келетін зиянын соны түсінбей отырып, ондай орынға барып, ондай істерге қазақтың араласуы, ол қалай ақымақтық деп айтуға болады да. Ол ұлт үшін ешқандай да ойлаған жоқ. Сондықтан ондай адамдарды біз бұл ұлттың уәкілі деп бізде қабылдамауымыз керек. Әу бастан-ақ соның шекарасын айқындап, қоятын орнына қойып тастауымыз керек. Ассаламағалейкум ортадағы игі жақсылар. Ассаламағалейкум Бабсалам аға. Қалайсыз, аманшылық па? Ол Сайрагүлмен сөйлесудің енді керегі де қалған жоқ қой.
Сайрагүл білмейді емес, бәрін біледі. Қытайда геностикке ұшырап келгеннен бері қарай осы жақта қаншалаған ағайындар, шетелде жүрген ағайындар араша сұрап, қылаяғы бала шағаларға дейін осы Сайрагүлге бостандық берсін деп. Ең соңында осы ата жұрттың азаматтарының, Қазақстанда халықтың, қазақтардың көмегіменен Швецияға кетті. Енді о жаққа барып алып, жаңағы сарттардың ұйымына кіріп, сарттардың ұйымының президентінің орынбасары болып, Сайрагүл білмей ме? Бәрін біліп тұр. Оны сөйлесудің енді керегі жоқ, болды. Сайрагүл енді Шарқи Түркістан деген сарттардың ұйымының мүшесі болып та кетті. Ол ата жұртқа мүше емес. Жаңағы Дүкен Мәсімханның 2019-да ма 2018-да ма телеарнада жариялағандай соның бәрін нақтылы дәлелдеп берді Сайрагүл. Енді несін сөйлесесіздер? Болды, енді Сайрагүлге жаңағы Қытайда қалған 5 миллион қандасқа сол Шығыс Түркістанды кезінен бері қорғап келген Ержанбек, Қабанбай батырдың Ағынайзаның күшімен, Ақбілектің күшімен қорғап қаншалаған ата-бабаларымыз қан төкті. Одан берісінен келсе, Оспан батыр, Шығыс Түркістанның ең алғашқы оғын атқан Акбар Сейіт, соларға да қастандық жасаған сол ұйғырлар, сол сарттар. Енді соның бәрін біледі, Сайрагүл білмейді емес. Енді қара құрсақтың қамы көк қалтаның уайымын ойлап, көктеңгеге бір тақсы лаңманға кетті деген сөз. Енді Сайрагүлмен сөйлесіп, оған түсіндіріп, мынандай болды дейтіннің өтіп кетті ғой, одан бері қанша жыл болып кетті. Сайрагүл осы күнге дейін Қытайдан геностикке ұшырап, лагерде жатып келгендердің, осы Қазақстанда азаматтық бермей, ары-бері сергелдең болып жүргендердің біреуін араша сұрап, біреуіне осыларды алдыртыңдар деп халықаралық қаншаламаған конференцияларға қатысып жүр. Солардың ортасында бір ауыз айтқан да жоқ. Енді оған бас ауыртып не қыласыздар? Ол болары болып, бояу сіңіп болған. Қанша бояуын, сыртқы бояуын жуып тазалағанмен ішінің бояуы кетпейді. Енді оны қайта Сайрагүлмен ақылдасу керек, Сайрагүлге айту керек деген керек емес деп ойлаймын өз басым. Соң мынау Шығыс Түркістан, бұл қазақтар бар деген ұйғырлар өмірінде олар қазақтар бар деп айтпайды да, бұлардың мақсаты жаңағы Шығыс Түркістанда қырылған ұйғырларды, миллиондап, мыңдап қырылған ұйғырларды іздеу сұрау емес. Бұлардың мақсаты сол жердегі жерді, территорияны өздеріне патенттеп алу. Өйткені мен былтыр мына жерде бірталай кісі біледі, өзі қазақ атын қолданған ұйғыр. Бұл негізі Америкадағы жаңа Рәбия қадырларымен, мына Түркиядағы жерде Айса Толқынбет, соларменен бүтін бәрі жиналысында қатысып, осы Қазақстандағы, Қырғызстандағы, Өзбекстандағы ұйғырлардың, жаңа Түркиядағы ұйғырлардың басшысы етіп тағайындауға дайындаған. Осы 2023-тің 4-ші айдың 10 күні сол жиналыстары болатын болған. Соған баратын болған. Бірақ ол жиналыстары болмай қалды. Неге екен, іштен бұлар бір былықтары шықты ма, ол жиналыстар болмады да, сонымен қалды. Бұлардың мақсаты ол ұйғырларды, адамды құтқару емес. Бұлардың мақсаты жаңағы жерді алу, территорияны алу. Жаңа қазақ жоқ, басқа ұлт жоқ, қырғыз жоқ деген сияқты. Мысалы, Шығыс Түркістанда Моңғол жоқ деген сияқты. Көп басымды орында қазақ, Моңғол, қырғыз бар ғой, әр ұлттан бар. Қалған өзбек деген басқа ұлттардан аз санды ғана. Тұңғандар бар. Мысалы да. Гүлжан, өзің бұл талқыны ұйымдастырудың басында болып өзің айтпадың ғой енді. Біз ұлттық мүдде жолында, мысалы, жоғарыда енді үлкен ағаларымызға дейін айтты. Лагерь куәгері, Қытай зардабын көрушілерді айтты. Біз мынау лағманизм деген, лағманшылық дегенде біз екіге айырылу керекпіз. Құдайға жағу бар да, шайтанға жағу жоқ. Шайтанға жағу бар да, Құдайға жағу жоқ. Біз не қазақ үшін жұмыс істейміз, не сол жаңа түк өндірмеген ала тақиялардың лағманын жеп, сол Сайрагүлдің артынан кетеміз. Сондықтан көзқарасымызды бүкіл елдің айтқаны дұрыс.
Себебі лағманшылардың қатары көбейіп келе жатыр. Осы жанымызды жаңағы шүпірекке түйіп отырып алып, жаңағы дүниеге танытқандардың бізге не жасап, не жақсылық көрсетіп жатқанын көріп жатсыңдар, бәрің білесіңдер, иә? Жаңағы біліп отырсың. Сондықтан біз айтып, мына бұл жердегі айтқанда біреуді жамандау емес. Қазақты қайтсек құтқарамыз, қайтсек пайда, қайткенде қазаққа жақсылық болады. Жоқ, солардың артынан жүріп далбақтап, ешқандай қазақты құтқара алмай далбақтаймыз ба? Жоқ, Лондон көрген, Германия көрген, Жапонияға барып, жиынға барған мақсат па, мәртебе ма? Осыны айтып, бұлайғы елдің көзін ашайық бәріміз. Мақсат осы. Болмаса бір жаман қатынды, ойбай бір жерден сүрініпті екен деп, соны жанталасып тепкілеп тастайық деп тұрған жоқпыз. Анығында ол деген сол бір сиыр сауып отырған сарал етек жаман қатын сөздің шыны керек. Қазақстанның өзінде бізді 10 рет сатып кеткен жаман қатын. Сондықтан мына жерде біздің мақсат, әлі де қазақтан шығатын бәленбай лағманшы бар. Қазақтың ұлттық мүддесін бір лағманға айырбастайтын жындылар бар. Айырбастап та болды. Енді соларға мына үгіт, насихат, тәрбие деген нәрсе. Олардың мақсаты қазақты өзі жанған ортқа әлек ету. Олар бұны бизнеске айналдырып, ақша жасап отыр. Олар бұны бизнеске айналдырып отыр. Ал біз бұны бизнеске айналдырмаймыз. Біз ұлттың қасіретінен ақша жасамаймыз. Сондықтан мына мәселеде тағы да осы мәселені қоздатып, неше түрлі тақырыпты қоздатып, жоғарыдағы жаңағы тұраншылдық, пантүркизм шетелдің сөзімен айтқанда, қазақтың мүддесі, басқамен бірігу, тарих арғы бергі мәселе жөнінде көзқарасымызды тереңдетіп айтып отырайық бәріміз.